Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 21 қараша 2025 жыл. Түркістан облысының, Түркістан қаласының қоғам белсенділері, журналистері, мынау халықтар жиналып тұр. Біздің жиналған себебіміз мынау парламентте депутаттардың көтерген ЛГБТ-ның үгіт насихат нәрселері. Бүгінгі күні ұрпақтарымызды осындай соцсеттермен, ақпараттармен үгіт насихаттар жүргізіп, іс әрекеттерін байқаймыз. Соған біз қарсымыз. Өйткені ЛГБТ-ның мүшелері осы Түркістан қаласы киелі жер, бабаларымыз жатқан, хандарымыз жерленген жерге келіп, ларын көтеріп, өздерінің ұрандарын айтып кетті 2025 жылы. Бұған тоқтау қою керек. Өкіметтің бүгінгі күні парламенттің ұсынып жатқан заңын, осы үгіт насихат төрттеріне қарсы заңды біз қолдаймыз. Мынау Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев, құрметті Қазақстан Республикасының президенті, біз мынау жастарды улайтын іс-әрекет насихаттарға қарсы қолданатын заңды біз қолдаймыз. Қолдаймыз.